Менің өмірде түсінгенім, түйгенім мына балалық шақта ең жақсы шақ осы балалық шақ екен ғой. Балалық шақта сен бауырлығыңмен татулы боласың екен. Ешқандай уайым ойламайсың, ешқандай қайғы ойламайсың. А когда сен байға тиіп, бауырың әйел алып, бәрі былай бөлектеніп кетеді екен да. Енді қыз бала жаны ашуда енді. Қыз бала жаны ашиды. Мысалы, мен бауырымды әйел тастап кетсе, мысал ретінде. Мен тастамай қойсам, мысал ретінде кетемін. Мысалы, мүгедек болып тастап кетсе, мен өзіме қараймын 100%. Менің жүрегім андай мейірімді да, енді бес саусақ бірдей емес, әркім әрқалай жаратылады. Бір биеден ала да туады, қара да туады дейді ғой, сол сияқты. Біздің семьяда, отбасыда менің жүрегім мейірімге толы. Мейлі мен қателік жасаймын, мейлі менің күнәм болсын, мейлі мен періште болайын, мейлі мен періште болмайын. Бірақ менің жүрегім шын мәнінде мейірімге толы да. Біреуге жаным ашып тұрады. Сондай мейірімге толы. Сондай. Енді біздің семьяда, отбасыда сол мен мақтанып жатқаным емес, шын мәнінде менің жүрегім мейірімге толы да. Сондай мейірімге толы. Сол өмірден түйгенім, көбінесе қыз бала мынандай бауырмашыл болады екен, чем ұл баладан қарағанда қыз бала бауырмашыл болады екен. Өз өмірімнен түйгенім, өзім жеке ойым, жеке. Енді бәрі ұл ұяға, қыз қияға кетеді, бірақ все-таки қыз бала мына әке шешеге жақын болады екен. Енді қыз баланың қолында ештеңе жоқ енді. Не оның үйі жоқ, күйі жоқ, жүрген бір байғұс бейшара. Әйтеуір қыз бала енді жүрмейтін жері, ол байғұс қаяққа сыяды енді. Қыз баланың ештеңкесі жоқ қой, қаяғына барып сыяды ол байғұс. Сол қыз бала көбінесе әке шешеге жақын болады екен. Сол балалық шақта бәрі татулы болады да, бәрі мықты болып кетеді да. Когда әйел алып, байға тиіп, бүйтіп, енді бәрі бауырлар шашырайды ғой жан-жаққа. Сол кезде уже ұйымшыл болмай кетеді екен да. Уже бауырмашылық жоқ болып кетеді екен, нөл болып кетеді екен, уже нөл. Ал кейбір семьяда бар ол бауырмашылық былай. Лично менің отбасымда 100% бауырмашылық жоқ. Даже қазіргі таңда мен хал жағдайым сұрамайды, например. Маған ештеңке бермей қойсын. Бір жапырақ нан бермей қойсын, просто қалың қалай, жақсымысың, бармысың ба, тірісің ба, жер бетінде әйтеуір тірісің ба деген. Ондай жылы сөз естіген емеспін. Есік алдында итің өліп қалса жаны ашымай ма? Ашиды ғой. Бәрібір сол төркін жақ, бәрібір менің туған, кіндік қаным тамған жер ғой, бәрібір. Сол жерде мен туылғанмын ғой енді. Бірге туылмақ болғанмен бірге өлмек жоқ деп бекер айтпайды екен да. Енді қазір заман сондай ма, білмеймін, бұрын да жақсы болған, қазір заманға сай ма, білмеймін. Мейірім жоқ вообще, нөл да.